Сабақтың тақырыбы Мұзафар Әлімбаев «Ана тіліне тағзым». Сабақтың мақсаты Мұзафар Әлімбаев өмірі мен шығармашылығы туралы мәлімет беру, ана тіліне деген сүйіспеншіліктерін ояту, қадірлеу, сыйлата білу. Жыршысы Қазақстанның халық жазушысы. Жасы 90-ға келсе де қолынан қаламын тастамаған Абыз атаға амандық тілейміз. Күндір күн, көрмедің әуәттен шіркін, санатқа қосылған сарылыңның өз боп еңбек ақы әкеп бір күн. Қазақ әдебиетінде өзіндік қолтаңбасымен ерекшеленген шоқтығы биік қаламгерлердің бірі Мұзафар Әлімбаев. Туған жері Павлодар облысының Маралды атырабында әнші күйшілердің, ақын жыраулардың татымды сөзін зерек бала қаршадайынан зердесіне құйып өсті. Мұзафар Әлімбаевтың жазушылық жолы балалар әдебиетімен тікелей байланысты. Ол кішкентай оқырмандардың сүйікті басылымы Балдырған журналының шығуына мұрындық болып, 25 жыл бас редакторлық қызмет атқарды. Қазақ балалар әдебиетіне елеулі еңбек сіңірген жазушы «Менің ойыншығым», «Отпен ойнама», «Орақ олақ», «Шынықсаң шымыр боласың» тағы басқа кітаптарын жарыққа шығарды. Алғашқы жинағым 1952 жылы жарық көрді. Жинақтың аты «Қараған жырлар» деп аталады. Содан бергі басылымдарымды есептесем, төл кітаптарым менен аударма кітаптарымды қосқанда 56 кітап болыпты. Солардың ең жаңасы мына 2 кітап. Мұзафар Әлімбаев «Ана тіліне тағзым». Ана тілі біздің туған анамыз, анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласаң қалай біз, өзіміздің сондай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмесе, анасынан безген ұл деп қараңыз. Ана тіліне тағзым. Ана тілі біздің туған анамыз, анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласақ қалай біз, өзіміздің сондай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмесе, анасынан безген ұл деп қараңыз. Сөздік: тағзым, ізет, құрмет, қошемет. Көк аспанды жосып, осып өткен жасын оғындай, қысқа ғана тіршілігінде ұлан ғайыр жыр жазып, артына мол мұра қалдырған қазақ жырының аламан бәйгесінде өзгелерден оқ бойы озып шыққан арғымақ жырлары бар Сұлтан Махмұт қазаға ұшырағанда небәрі 27 жаста еді. Халқымыздың маңдайына жарық жұлдыз болып біткен ұлы ақын қазақ поэзиясының сапында барлық жоғы 7 жыл жыр төгіпті. Сарыарқаның желіндей еркін ескен жорға жырлары қазақ даласында ентікпей ұзақ ғұмыр кешіп келеді. Қазақ халқы тіріде, ойы ояуда Сұлтан Махмұт ақынның өзі де тірі болмақ, жыры да тірі болмақ. Сүйемін туған тілді анам тілін, бесікте жатқанымда-ақ берген білім. Шыр етіп жерге түскен минетімнен құлағыма сіңірген таныс үнім. Сол тілмен шешем мені әлдилеген, еркелеткен құлыным жаным деген. Сол тілменен бірінші білгізілген апа деген сүйгендік сөз әмменен. Қалжақтап алып қашып құрбы бір күн, сол тілімнен ойнадым далада еркін. Сол тілімнен бірінші сыртқа шыққан, өмірден ен далада оққан көркім. Сол тілменен білгіздім тілегімді, бірінші сүйген жарға жүрегімді. Маған қарай тығылып жаным деген, мойнына апарғанда білегімді. Сол тілменен үйрендім нәрсаттарын, сол тілменен дінді, әдетті мен жаттадым. Ең бірінші сол тілмен сыртқа шықты, сүйгенім, жек көргенім ұнатқаным. Тілімде әдебиет, жаным азық, әм болардай көңілге наныс қазық. Терең ойлар, дүниеге қарастар бар, кәнекей сынап байқап тапшы жазық. Үйге
Тапсырма 116 бетте ана тіліне тағзым өлеңін жаттап келуге, 117 бетте сүйемін Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өлеңін мәнерлеп оқып келеміз. Сау болыңдар балалар, келесі кездескенше.